Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін түрк халқының пиццасы саналатын пиде дайындаймыз. Жылы сүтке тұз, қант салып, сұйытылған сары май қосып, дрож салып, араластырамыз. ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетіне сұйық май жағып, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанға дейін салмамызды дайындаймыз. Пияз, болгар бұрышы, аскөк, қызанақ және сарымсақты майда етіп тураймыз. Көкөністерді блендермен майдалап алсаңыздар да болады. Барлығын турап болғаннан кейін бір ыдысқа фарш және барлық көкөністерімізді саламыз. Қара бұрыш, паприка, тұз және дәмдеуіштер саламыз. Өсімдік майын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 1 сағаттың ішінде 2 есеге көтерілді. Қамырымызды алып, 4 бірдей бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті сопақша етіп, жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды пергамент қағазына қойып, ішіне салмамызды саламыз. Әр пидеге 4-5 қасық салма саламыз. Пиденің шетін қайырып шығамыз. Бірден тегіс қылып қайыра салуға да болады. (200 градусқа қызып тұрған пешке жарты сағатқа саламыз. Пиделеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып піседі. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлжанат.